Сәлеметсіңдер ме балалар? Біз бүгін 2-ші сыныптың қазақ тіл пәнінің 14-ші сабағын өтетін боламыз. Сабақтың тақырыбы ю әрпінің жазылуы. Балалар, біз бұл сабақта ю әрпінің жазылу емлесін білеміз және түсініксіз сөздердің мағынасын сөздіктен табуды үйренеміз. Балалар, олай болса, 56-шы жаттығуға назар аударайық. Мәтінді түсініп оқы, түсініксіз сөздердің мағынасын сөздіктен қара дейді. Болат пен Юра құрылыс басына барды. Құрылыста адам көп екен. Құрылысшылар 9 қабатты үй салып жатыр. Үйдің бірінші қабатында сылақшылар бригадасы жұмыс істеп жүр. Гүлсара мен Юля құбырларды қою сырмен сырлады. Ал Марат аға кранда жұмыс істейді. Құрылысшы болған қандай жақсы. Балалар, ендеше тапсырмаға назар аударайық. Мәтіннің мазмұнын айт. Мәтіндегі қарамен жазылған сөздерді теріп жаз. Жазған сөздерінің айтылуы мен жазылуын салыстыр дейді балалар. Балалар, бұл жерде бұл жаттығудың басында түсініксіз сөздердің мағынасын сөздіктен қара деді. Балалар, бұл жерде сылақшы және құбыр деген сөздер түсініксіз. Сылақшы дегеніміз балалар қабырғаларды құммен, цементпен немесе балшықпен сылайтын адам, яғни қабырғаның бетін балшық, цемент, құммен қаптап шығады былайша айтқанда. Ал құбыр дегеніміз су өтетін көлденең қимасы көбінесе сақина тәріздес болып келетін өзегі қуыс бұйым екен балалар, яғни біз су құбырлары деп айтамыз, газ құбырлары деп айтамыз. Енді мәтіндегі қарамен жазылған сөздерді теріп жаз дейді. Жазған сөздерінің айтылуы мен жазылуын салыстыр дейді. Балалар, бұл жерде Юра, Юля, қою деген сөздерді дәптерімізге көшіріп жазамыз. Бұл жерде адам есімдері бар. Юра және Юля деген қыздардың есімі, Ендеше адам баласының есімі, адамның есімі қай уақытта болмасын, сөздің ортасында келсе де, аяғында келсе де, басында келсе де, үлкен әріппен басталып жазылады, Ендеше адам есімдерін үлкен әріппен жазамыз балалар. Ендеше бұл сөздердің айтылуы мен жазылуын салыстырып көрейік. Балалар, ережеге сәйкес сөзде и, у дыбыстары естілгенімен жазуда олардың орнына ю әрпі жазылады екен. Мысалы, аю, көркею. Міне, енді осы мысалды Юра және Юля, қою деген сөздерге қолданып көрейік. Балалар, жаңа ережеде айтқандай, Юра деп 3 әріпті көріп тұрғанымызбен, бірақ та біз естіген кезде 4 дыбыс естиміз. Себебі ю деген бір ғана әріп, и, у деген дыбыстардың қосарлануынан жасалған екен. Яғни Юра сөзінде 3 әріп, 4 дыбыс болады. Юля сөзінде де дәл солай 3 әріп көріп тұрмыз, бірақ 4 дыбыс естиміз. Себебі ю деген әріп и және у деп бізге естіледі екен. Бірақ ю деп жазылады екен, бір ғана әріппен жазылады екен. Қою деген сөзде де дәл сондай 3 әріп көріп тұрмыз, 4 дыбыс естиміз бірақ. Себебі бұл жерде де ю деген әріп бір ғана әріппен таңбаланғанымен, бірақ естілген кезде бізге и және у деген дыбыстарды береді екен. Балалар, ендеше 57-ші жаттығуға назар аударайық. Сөздерді оқы, олардағы дыбыстар мен әріптерді сана. Дыбыс саны мен әріп санының сәйкеспеу себебін түсіндір дейді. Балалар, енді оқиық бұл сөздерді. Көбею, молаю, үлкею, есею, сарғаю. Балалар, ендеше бұл сөздердегі дыбыстар мен әріптерді санайық. Балалар, кәнекей әріптерді санаймыз. Көбею деген сөзде 5 әріп бар екен, Ал дыбыстағанда бұл сөзде қанша дыбыс естіледі, кәне? Көбею. Балалар, ережеге сәйкес ю деген и және у деген дыбыстарды береді, Демек, біз бұл жерде 6 дыбыс естиді екенбіз. Ал молаю деген сөздегі әріптерді санайтын болсақ, бұл жерде де 5 әріп және 6 дыбыс. Үлкеюде де дәл сондай 5 әріп, 6 дыбыс. Есеюде 4 әріп, 5 дыбыс. Сарғаюда 6 әріп, 7 дыбыс екен балалар, Енді үлгі бойынша бұл сөздерге дыбыстық талдау жаса дейді. Мінекей, көбею деген сөзді былай үлгіде көрсетіп қойыпты. К дауыссыз, е дауысты,
Б дауыссыз, Е дауысты, Ю қысқа и және У деген дыбыстарды береді, иә? Яғни қысқа и бұл жерде дауыссыз, У дауысты екен балалар, иә? Ендеше мынау молаю, үлкею, есею, сарғаю деген төрт сөзге дәл осылай дыбыстық талдау жасайық. Молаю деген сөзде М дауыссыз, О дауысты, Л дауыссыз, А дауысты, Ю екі дыбыс береді, И және У. Қысқа И дауыссыз, У дауысты. Үлкею деген сөзде Ö дауысты, Л дауыссыз, К дауыссыз, Е дауысты, қысқа И дауыссыз және У әрине дауысты болады, иә? Келесі есею деген сөз. Есею сөзінде Е дауысты дыбыс, С дауыссыз, Е дауысты, қысқа И дауыссыз және У дауысты дыбыс, иә? Келесі сарғаю. Сарғаю сөзінде С дауыссыз, А дауысты, Р дауыссыз, Ғ дауыссыз, А дауысты, қысқа И дауыссыз және У дауысты. Балар, мінекей осымен 57-ші жаттығуымызды аяқтадық. Ал 58-ші жаттығуға келетін болсақ, көп нүктенің орнына тесті сөзді қойып, өлең құрастырып жаз дейді балар. Ормандағы аю, ойы балға, міне қою ма, тою ма балар? Тою, е? Ормандағы аю, ойы балға тою. Ал енді астындағы сұрақтарға назар аударайық. Аю балды неліктен ұнатады деп ойлайсың дейді. Балар, барлығымыз білетіндей, аюлар балды қатты жақсы көреді, оның себебі балар, аюлар қыста ұйықтайтын жануарлар, қыс бойы ұйықтап, көктем мезгілінде оянады екен. Олар күз бойы, жаз бойы, яғни ұйықтамайтын мезгілдерде, олар денелеріне қорек жинайды, яғни май жинайды екен. Сол майды қыста ұйықтап жатқанда, сол маймен қоректенеді екен балар. Ал бал болса, аюдың денесіне май жинауға, қор жинауға септігі өте көп екен. Сол себепті де аюлар балды жақсы көреді екен. Келесі сұрақ, аю, қою, тою сөздеріндегі ю қандай дыбыстардан құралған айт дейді. Балар, біз бұны білеміз ғой, сабақ бойы осыны айтып келе жатырмыз. Ю дегеніміз қандай дыбыстардан құралған екен? Қысқа И және У, яғни И, У деген сөзден дыбыстардан құралған. Бірақ та жазған кезде біз И, У деп жазбаймыз, Ю деген әріпті жазамыз. Бір ғана әріпті жазамыз, қысқа И мен Уды жазбаймыз. Оның орнына Ю деген бір ғана әріпті жазамыз. Бірақ естіген кезде И, У деп естіледі. Енді балар, 59-ші жаттығуға назар аударайық. Оқы, аю не деп жауап беру мүмкін? Ол қасқырға қандай ақыл кеңес берді деп ойлайсың? Осы сұрақтарды басшылыққа алып, әңгімені әрі қарай жалғастыр дейді балар. Аю мен қасқыр. Бірде қасқыр аюлардың қыста ашықпау сырын білгісі келді. Ол, аю мырза, сіз қыс бойы ұйықтайсыз. Қыс бойы қалай ашықпауға болады? Біз жаз бойы қоректеніп, денемізге май қорын жинаймыз. Әсіресе балды жақсы көреміз. Себебі бал біздің денемізге май қорегін көп жинауға септігін тигізеді. Осылайша қыс мезгілі келгенге дейін денемізге көптеп май қорын жинап, қысқы ұйқыға кетеміз. Қыс бойы бойымызға жинаған май қорымен қоректенеміз. Міне қасеке, біздің қыс бойы ашықпауымыздың себебі осы. Міне балар, осындай әңгіме құрастырдық. Яғни аю қасқырға осылай жауап берген екен балар. Балар, аңғарып тұрған болсаңдар, бұл жерде қасқыр мен аю диалог арқылы сөйлесіп тұр, яғни екі адамның, екі кейіпкердің арасында болған әңгімені біз диалог деп атайды екенбіз. Және де диалог арқылы сөйлескен кезде әр кейіпкердің сөзі жаңа жолдан басталады және үлкен сызықша қойылады екен сөзінің алдында. Неге балар, осымен 14-ші сабағымыз аяқталды. Ендеше 15-ші сабақта сендерді күтемін. Сау болыңдар балар.